Сәлеметсіздер ме 4-ші сыныптың оқушылары? Бүгін 3-ші тоқсан бойынша жаратылыстану пәнінің тжб-сын талдайтын боламыз. Талдауға өтпестен бұрын, дәл қазір каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңдар. Ендеше талдап бастайық. 90 бойынша жиынтық бағалау берілген ұзақтығы 40 минут екен. Бұл тжб-да бізге 7 тапсырма берілген екен. Қазір барлығын біртіндеп орындап бастаймыз. Бірінші тапсырма: жарық көзі мен дененің арасындағы қашықтықтың көлеңкенің өлшеміне қалай әсер етеді? Суреттерге мұқият қара және сөйлемдерді толықтыр дейді. Яғни қашықтық көлеңкенің өлшеміне қалай әсер етеді, соны айтуымыз қажет. Бірінші суретке қараңдар балалар, жоғарыдағы жарық көзі мен дененің арасы жақын болса, көлеңкенің өлшемі қысқарады. Яғни бірінші суретте көлеңке қысқа болып тұр. Екінші суретке қарайық, астындағы жарық көзі мен кедергінің арасы алыс болса, көлеңкенің өлшемі ұзарады. Сонда екінші суретте ортадағы қонжықтың көлеңкесі ұзарып көрініп тұр екен балалар. Осыны байқадыңдар деп ойлаймын. Енді екінші тапсырмаға өтейік. Электр тоғын өткізетін денелерді белгіле. Бұл жерлерде бірнеше атау берілген. Электр тоғын өткізетіндерді қызылмен белгілеп қойдым. Олар алюминий қасық, темір шеге, тұзды су электр тоғын өткізеді екен. Ал пластмасса, резеңке, қолғап, шыны ыдыс олар электр тоғын өткізбейді. Сонымен үшінші тапсырмаға қарайық. Сұрақтарды оқы және дұрыс жауапты белгіле дейді. Бірінші сұрақты оқиық. Қай қабаттағы жабық терезеден даладағы шу қаттырақ естіледі? Әрине, төменгі қабаттағы терезеден шу қаттырақ естіледі. Сондықтан төменгі қабаттағыны дұрыс деп белгілейік, қызылмен белгілеп қойдым. Екінші сұрақ: қандай залда ойнаған оркестрдің дауысы қаттырақ естіледі? Бос тұрған залдағы оркестрдің дауысы қаттырақ естіледі. Сондықтан бос тұрған залды белгілеп өтейік. Енді біз 4-ші тапсырмаға келіп қаппыз. Ішінде ауасы бар және ауасы жоқ, бірақ көлемі 1/2 шыны ыдыстың ішіне қоңыраулы сағаттар қойылды. Енді сұрақ: қай суреттегі сағаттың дыбысы сыртқа естілмейді? Белгіле. Балалар, ішінде ауасы жоғының дыбысы сыртқа естілмейді. Неліктен? Себебін түсіндіріп жаз дейді. Себебі ішінде ауа жоқ болғандықтан ешқандай дыбыс естілмейді. Осылай дұрыс нұсқасын белгілеңдер. 5-ші тапсырма: суреттерге мұқият қарайық балалар. Бірінші, ыдыстың тұтқасы металдан жасалған. Бірінші суретте біз кәдімгі тамақ істейтін ыдыстың тұтқа ручкасы металдан жасалған екен. Ал екінші суретте ыдыстың тұтқасы пластмассадан жасалған. Енді сұрақ: тұтқасы металдан жасалған ыстық ыдысты оттан алу үшін тұтқыш матадан немесе киізден жасалған қолғап қажет болады. Ал тұтқасы пластмассадан жасалған ыдысты оттан тұтқыштың көмегінсіз де алуға болады. Неліктен? Себебін түсіндіріп жаз дейді. Балалар, біздің үйде барлығымыздың тамақ істейтін ыдысымыз бар. Егер оның үйлеріңде қараңдар, қазір тамақ істейтін ыдыстарының тұтқышы, яғни ручкасы темірден болса, онда біз мамаларымыз қолғаппен ұстап алады. Ал егер сендердің үйлеріндегі тамақ жасайтын ыдыстарының ручкасы пластмассадан болса, онда ешқандай қолғапсыз барып кәдімгі қолмен аша бересің қақпағын ыдыстың. Енді осы сұрақ тұр: не үшін олай деп? Себебі балалар, металл жылуды өте тез өткізеді. Сондықтан егер сендердің тұтқалар ручкасы, ыдыстың ручкасы металл болса, онда біз оны жай қолмен барып ұстай алмаймыз, өйткені қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін қолғаппен ашамыз, ручкасынан ұстап, ыдысты қолғаппен ашамыз. Ал пластмасса жылуды нашар өткізеді, яғни пластмасса жылуды өткізбейді, сол үшін ол ыстық болмайды. Оны кәдімгі ешқандай қолғапсыз өз қолымызбен ашсақ болады ыдыстың бетін. Осылай жақсы түсіндірдім деп ойлаймын. Түсінген болсаңдар, комментарийге түсіндік деп жазып кетіңдер. Келесі 6-шы тапсырмаға өтейік. Суретте бейнеленген заттарды жасау үшін қандай пайдалы қазбалар қолданылған? Бірінші суреттерге қарап өтейік. Бірінші суретте бояу, екінші суретте баспалдақ, үшінші суретте целлофан, төртінші суретте саз, ыдыстар бейнеленген. Енді осылар қандай пайдалы қазбадан жасалды? Бірінші, бояуды көмірден алады, баспалдақ граниттен жасалған, целлофанды мұнайдан жасайды, саз, ыдыстарды саздан жасайды екен балалар.
Сонымен соңғы 7-ші тапсырмаға келіп біз Қазақстанның пайдалы қазбалар картасына қарайық. Шартты белгілер бойынша анықтап жаз. Көмір өндіретін 3 кен орнының атауын атауымыз керек. Көмір өндіретін орындар Қарағанды, Екібастұз, Жаңғызтөбе. Мұнай мен газ қатар өндірілетін бір кен орнының атауын ата дейді. Мұнай мен газ өндірілетін орындар Жетібай, Жаңаөзен, Қарашығанақ. Балалар, сонымен жаратылыстану пәнінің 4-ші сынып бойынша тжб-сын талдап бітірдік 3-ші тоқсанның. Бүкіл 7 тапсырманы талдап шықтық. Осылай БЖБ тжб-лар уақытылы әрі тез шығып тұрған қаласаңдар, қолдау білдіріп каналға жазылып кетіңдер, өйткені жаңадан шығатын тжб БЖБ-лар сендерге бірінші болып көрінетін болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сұрақтарың болса комментарийге жазып кетіңдер.